Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін нарық тепе-теңдігін қарастырамыз. Ең алдымен біз бір жазықтықта сұраныс және ұсыныс қисықтарын салайық. Y өсінен біз тауар бағасын белгілейміз, ағылшын тілінде price. Ал X өсінен тауар көлемін белгілейміз, ағылшын тілінде quantity деп атаймыз. Сұраныс қисық сызығы теріс көлбеулі қисық болады, және ол demand сөзінің бас әрпі дәріпмен белгіленеді. Ұсыныс қисық сызығы supply ағылшын тіліндегі сөздің бірінші әрпі S әрпімен белгіленеді, және ол оң көлбеулі болады. Сұраныс пен ұсыныстың қиылысуы нүктесінде, осы қиылысу нүктесі арқылы біз тепе-теңдік бағаны анықтай аламыз. Тепе-теңдік баға алдымыздағы мысалда 200 теңгеге тең. Бұл 200 теңге, бұл баға өндірушіні де, тұтынушыны да қанағаттандыратын баға болып табылады. Сұраныс пен ұсыныстың қиылысу нүктесінен біз X өсіне түсетін болсақ, біз тепе-теңдік өнім көлемін анықтай аламыз. Тепе-теңдік өнім көлемі 7 данаға тең. Тепе-теңдік өнім көлемінде сұраныс көлемі ұсыныс көлеміне тең болады. Тепе-теңдік нүктесін біз эквилибриум деп атаймыз. Бұл аударғанда тепе-теңдік деген мағынаны білдіреді. Демек, алдымыздағы графикте тепе-теңдік price equilibrium, тепе-теңдік баға 200 теңгеге тең, ал quantity equilibrium, тепе-теңдік өнім көлемі 7 данаға тең. Демек, сұраныс көлемі 7 данаға тең, ұсыныс көлемі 7 данаға тең, олар өзара теңді, бізге тепе-теңдік өнім көлемін береді. Егер де аталған нарықта нақты тауар бағасы тепе-теңдік тауар бағасынан жоғары болған жағдайда, қымбатырақ бағамен осы тауарға деген сұраныс көлемі азаяды. Мысалға, аталған тауарға 250 теңгемен тұтынушылар 4 дана тауар сатып алуға дайын. Сұраныс көлемі 4 данаға тең. Ал өндірушілер 250 теңгемен 10 дана тауар көлемін ұсынуға дайын. Демек, ұсыныс көлемі сұраныс көлемінен көп және нарықта артықшылық жағдайы орнайды. QS үлкен QD-дан. Ұсыныс көлемі үлкен сұраныс көлемінен. Немесе керісінше жағдай, егер де нарықтағы баға тепе-теңдік бағадан төмен болса, ол 150 теңгеге тең болған болса, 150 теңгемен өндірушілер аз тауар санын өндіріп нарыққа ұсынуға дайын, quantity supply 4 дана, ал арзан бағамен тұтынушылар көбірек өнім көлемін сатып алуға дайын. Quantity demand, сұраныс көлемі 10 данаға тең. Демек, нарықта бізде тапшылық орнайды. Сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен көп болады. QD үлкен QS-тан. Демек, осы тапшылықты жою үшін өндірушілер тауар бағасын көтере бастайды да, нарық қайтадан тепе-теңдік нүктесіне келеді, және баға 150 теңгеден 200 теңгеге дейін көтеріледі, нарықта тепе-теңдік жағдай орнайды. Және де тепе-теңдік бағамен ұсыныс көлемі сұраныс көлеміне тең болады да, қайтадан нарықта тепе-теңдік жағдайы орнайды. Сұраныс пен ұсыныстың өзара теңдік нүктесі орнайды.